ОТАН отбасынан басталады. Заманауи Қазақстандағы отбасы моделі қандай? Бұл ұлттық дәстүр мен жаңа заманның тамаша үйлесімі. Еліміз жаһандану үрдісіне ілессе де, өзінің рухани өзегін берік сақтап келеді. Бізде бала туу көрсеткіші тұрақта. Жыл сайын 300 мыңнан астам сәби дүниеге келеді. Қазіргі отбасыларда тұрмыстық міндеттер тең бөлініп, әкелер институты қарқынды дамуда. Әйелдердің экономикалық тәуелсіздігі де артып келеді. Үлкен қалаларда шағын отбасылар көбейсе де, үлкен әулетке деген құрмет еш азайған жоқ. Әрине сын қатерлер де бар. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заң күшейтілді. Ажырасудың алдын алу үшін психологтар мен арнайы подкасттар жұмыс істеуде. Ал жауапты ата-ана науқаны балаларды гаджетке тәуелділіктен қорғауға шақырады. Заманауи білімге ашық, бірақ қазақы болмысын жоғалтпаған отбасы мемлекетіміздің тірегі. Шаңырағымыз биік, босағамыз берік болсын. Ролик Мәдениет және ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша дайындалды.